Әл-Бақара сүресі 282-286 аяттар. Уа иман келтірген жандар! Егер де бір-біріңе белгілі бір мерзімге қарыз берсеңдер, оны жазып қойыңдар. Араларыңдағы болған келісімді хатшы адам әділдікпен жазсын. Келісім шартты жазғанда ол Алла үйреткендей етіп жазудан бас тартпауы керек. Хатшы жазсын. Қарыз алушы оған айтып отырсын. Ол Алладан, Раббысынан қорқсын. Еш нәрсені кемітпесін. Қарыз алушы ақылы кем, немесе әлсіз жан бала болса, немесе айтып отыруға жарамаса, онда оның жанашыры әділдікпен жазғызсын. Ер кісілерден 2 адамды куәгер қылыңдар. Егер де 2 ер адам болмаса, куәгер болуға жарайды деп есептеген 1 ер адам және 2 әйел адам жарай береді. Өйткені 2 әйелдің бірі жаңылысып қалса, екіншісі есіне салады. Шақырған заматта келіп, куәлік беруден бас тартпайтын болсын. Қарыз көлемі аз болсын, көп болсын, бәрібір мерзімін көрсетіп жазуға ерінбесеңдер, Алла алдында ең әділ, ең сауапты іс осы. Қасыңда куәгерің болу деген күдіктенуге еш орын қалдырмау деген сөз. Ал бір-біріңмен қолма-қол сауда жасаған жағдайда сол істі хаттамай-ақ қоюға болады. Сауда-саттық істерін куәландырыңдар. Ал хатшы мен куәгерлерге қысым жасалмайтын болсын. Ондай әрекеттерге барсаңдар, нағыз күнәһар болғандарың. Алланың қаһарын туғызып алудан қорқыңдар. Ақиқатында Алла сендерге осыны үйретеді. Алла барлық нәрсенің мәнін білуші. Егер де сапарда жүріп хатшы таппасаңдар, онда борыштыдан қолма-қол бодау алыңдар. Егер де аманат етсеңдер, кейін оны аманат жүктелген адам өтейтін болсын. Алладан қорықсын. Куә болғандарыңды жасырмаңдар. Оны жасырған адам күнәһар болмақ. Сендердің іс-әрекеттеріңнің барлығын Алла білуші. Ғарыштар мен жердегінің барлығы Алланың иелігінде. Жүрегіңдегі пиғылыңды жария ет, немесе жасырыныста, бәрібір Алла сол үшін сендерден есеп алады. Қалаған адамын кешіреді, қалаған пендесіне азап шектіреді. Барлық болмыстарға Алланың құдіреті әбден жетеді. Расул Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Мен муминдер Тәңірі тарапынан өздеріне жіберілген ақиқатқа иман келтірді. Барлығы да Аллаға, оның періштелеріне, кітаптарына, елшілерінің ешқайсысын бөле жармаймыз деп иман келтірді. Олар сөздеріңе құлақ түреміз және әмірлеріңе бойсынамыз. Раббымыз, өзіңнен кешірім сұраймыз. Бізді өзіңе қайтып оралу сапары күтіп тұр, деп жариялайды. Алла әркімнің шама-шарқына қарай міндеттер жүктейді. Әрбір адам баласының жасаған жақсылықтары өз пайдасына, ал жамандықтары өздеріне зиян. Уа муминдер, жаратқан иелеріңе былай деп жалбарыныңдар. Раббымыз, егер де әмірлеріңді ұмытып қалсақ, немесе қателесіп, жаңылысып кетсек, бізді жазалай көрме. Раббымыз, бұрынғы замандарда өткен жамағаттарға жүктегеніңдей бізге ауыр міндет жүктей көрме. Раббымыз, бізге шамамыз келмейтінді жүктеме. Бізге кеңшілік ет, бізге кешірім бер және рахмыңа бөле. Сен қамқор иемізсің, кәпір қауымға қарсы қақтығыста бізге жәрдем бере көр.